Бір дәуірдің үні. Ақбота Керімбекова Роза Рымбаева туралы жазба жариялады. Әнші Ақбота Керімбекова өнердегі әпкесі, Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаеваға арналған әсерлі жазба жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Өнер иесі халық әртісінің сахнадағы 50 жылдығына арналған мерейтойлық концертінен кейін жүрек жарды лебізін білдірді. Бүгін қазақ өнері үшін айрықша, жүрекке жақын күн. Қазақстанның халық әртісі, өнердің шын мәніндегі символына айналған Роза Қуанышқызы сахнада жүргеніне 50 жыл толуына орай мерейлі концертін өткізді. Жарты ғасыр бұл жай ғана уақыт емес. Бұл халықпен бірге соққан жүрек, мыңдаған әнге, миллиондаған сезімге айналған ғұмыр. Әр әні тағдыр, әр әуені естілік, әр сахнаға шығуы өнерге деген шексіз махаббаттың дәлелі. Роза Қуанышқызы бір дәуірдің үні. Бірнеше ұрпақтың жүрегінде сақталған асыл есім. Сахнаңыздан нұр кетпесін. Дауысыңыз мәңгі жаңғырып, өнеріңіз ұлтпен бірге жасай берсін. Мерейіңіз үстем, жолыңыз әрдайым жарық болсын, деп жазды әнші. Желі қолданушылары Ақбота Керімбекованың бұл жазбасын жылы қабылдап, ізгі тілектерін жаудырды. Қадірлі көрермендер, Роза Рымбаеваның сахнада жүргеніне 50 жыл толуы бір адамның ғана емес, тұтас қазақ өнерінің мерекесі деп ойлаймын. Жарты ғасыр бойы халықтың алдында жүру, көрерменнің ықыласын жоғалтпау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Роза Қуанышқызының әндерімен бірнеше буын өсіп келеді. Бірі балалық шағын еске алады, бірі жастық шағын, енді бірі бүгінгі күнін байланыстырады. Бұл нағыз халық әртісіне тән құбылыс. Ақбота Керімбекованың әсерлі жазбасы да сол шынайы құрметтің көрінісі сияқты қабылданды. Өнерде сабақтастық деген ұғым бар. Аға буынның жолын кейінгі толқын жалғап, құрмет көрсетіп жатса, бұл мәдениеттің мықтылығының белгісі. Ақботаның жазбасынан жасандылық емес, шынайы ілтипат сезіледі. Қазір әлеуметтік желіде түрлі пікір айтылады. Бірақ осындай жақсы сөздер мен жылы ықылас көбейсе, қоғамға да пайдалырақ болар еді. Роза Рымбаева тарих, ал оны қадірлеу, өткенді құрметтеу. Осындай мерейтойлар өнердің бағасын арттыра түседі деп ойлаймын.